Сәлем достар, бүгін осындай әдемі жаңа жылдық қорапша жасап үйренеміз. Мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, осы видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге керек шаблонымызды шығарып аламыз. Осындай екі шеті екі параққа шығады, және де асты бір параққа шығады. Енді шаблонымызды сызықтар бойынша қиып шығамыз. Осындай ручкасын канцелярский ножбен қиған өте ыңғайлы болады. Ол үшін бізге керек канцелярский нож, және де осындай бір картон ба, осындай бір дәптер ма старый. Соны алып, астына қоясыздар шаблонның. Және де канцелярский ножбен, канцелярский пышақпен осы сызықтар бойынша жүргізіп шығасыздар. Абай болыңыздар, канцелярский ножбен жұмыс істеген кезде ол өте өткір, қолыңызды кесіп алмаңыз. Осылай мен сияқты жасап шығыңыздар. Енді осы жаңағы кесіп шыққан жерімізді жаймен қолымызбен осылай бөліп аламыз. Дұрыс кесілмеген жерлерді қайтып канцелярский ножбен осылай кесіп шығамыз, және де осылай алып аламыз. Екінші шаблонмен де тура солай жасап шығамыз. Енді осы сызықтар бойынша майыстырып шығамыз. Беговка жасамаймын, мен осылай майыстыра саламын, өйткені қиын емес, бұл сызықтары да ондай қатты көп емес. Осылай майыстырып шығамыз барлығын қолмен. Енді біз қорапшамызды жинаймыз. Ол үшін бізге двусторонний скотч керек болады. Алдымен осылай көріп аламыз, қай жеріне жабыстыру керек екенін. Ол біздің екі шетіне жабыстырамыз коробкаларды бір-біріне. Двусторонний скотчты осы шаблонның екі шетіне, боковойына жабыстырамыз екі шаблонның да. Енді осылай бір-біріне жабыстырамыз. Енді астын жабыстыру керек боламыз. Ол үшін жаңағы дно дейміз, соны екі бөлік өзі, соны қиып аламыз. Біріншін ішкі жағынан жабыстырамыз, екіншін асты жағына жабыстырамыз. Енді көріп алыңыздар, двусторонний скотчты осылай төрт шетіне жабыстырып шығамыз. Енді осы қорапшамыздың ішінен аккуратно осы ішкі частьті, ішкі бөлігін астына жабыстыратын, соны аккуратно осылай бір шетінен кіргізіп жабыстырамыз.
бір шетіне жан жағына жабысып қалмасын, абай болыңыздар. Енді астыңғы бөлігін жабыстырамыз. Бағанағыдай двусторонний скотчты төрт жағына жабыстырып аламыз. И осылай аккуратно тоже астына жабыстырамыз. Енді қорапшамызды қалай жабу керек, соны қарап алыңыз. Мінекей біздің әдемі қорапшамыз дайын болды.